Сіздер де осы профессорға келдіңіздер ма? Иә. Жоқ, біз жай жүргенбіз ғой. Мәке, жүр кеттік. Әке, мен осы жерде ойнайыншы? Йо, немене? Әке? Балалар, Сәке деп жатыр, Сәке, мен класстасым ғой, досым. Иә, мен мынандай компьютер жегемді, содан дәу болып кеткен. Мен ойнаңдаршы, тығып ойнайықшы. Иә, балалар, біз сол дәріні жасап шыққан профессорды іздеп келдік. Біз де сол профессорды іздеп келдік қой. Сендер оны танисыңдар ма? Жоқ, біз де енді келдік. Сендер неге іздеп жүрсіңдер? Дәл осы мәселе бойынша адамды үлкен қылатын препаратты өзімізше зерттегіміз келген. Онда жүріңдер. Бәріміз бірге іздейік. Келістік па? Жүріңдер. Сен жасың шынымен 6-да ма? Иә, мен жасым 6-да. Сен жасың нешеде? Мен жасым 8-де. Неге сен сақалың өсіп кеткен? Мен үлкен адам болғым келген ғой. Бірақ қазір шаршап кеттім үлкен адам болып. Кішкентай болғым келіп жатыр. Бұл жақта да жоқ сияқты ғой. Иә. Кеше кісі бізге осы адресті беріп еді. Мына бір хатты тауып алдым. Мені ешқашан іздемеңдер. Бәрібір таба алмайсыңдар. Йо-майо. Қуамым мынау, Шымкенттен іздеп келдік қой, іздемеңдер дегеніз. Түсіндім. Дәл өзі, соның дәл өзі. Кешегі біз көмектескен кісі бар ғой, сол профессордың нағыз өзі. Ол бізді шатастырып әдейі осы адреске жіберген. Давай ол кетіп қалмай тұрғанда тез ұстап алайық. Жүріңдер, іздейік. Әне, профессор, бұл кетіп бара жатқан сияқты. Тоқта! Тоқта! Жүріңдер, отындар ма? Артынан жетіп алайық дейсіз. Әне, профессор кетіп бара жатыр. Бәріміз бөлініп жан-жақтан іздейік. Егер көрсеңдер, осымен хабар беріңдер.
Сендер не істеусіңдер? Профессорға бармадыңдар ма? Бізді алдамаңыз. Профессор ол сіз. Оны қайдан шығардың? Міне менің балам. Сенің ана компьютеріңді жеп, осындай жағдайға жетті. Тез қалпына келтір, бол. Мен профессор емеспін. Шын айтамын. Біз кеше сіздің аулаңызды тазартып жүріп, сіздің оғаш әрекеттеріңізді көрдім. Және сол ауланың қасында көптеген компьютердің қағазы жатыр. Сіз біз шатастырып, өзіңіз әдейі қашып кетпек болдыңыз. Сосын сіз жасаған компьютер көп тарап, адамдар соның зардабын шегіп жүргенін біліп, қаштыңыз. Жарайды. Асықпай сөйлесейік. Саян аға, біз дүкенге бір келсе болады ма? Иә, бара бер. Бірақ жолда байлаңдар, Иә. Әке? Мен де барайыншы? Мағыш, жан балам, сені қазірінде көкең қалпына келтірсін, содан кейін барасын, жарай ма? Отыра тұр. Жоқ, бара берсін. Ол өзіне келуге көмектеседі. Сен ең пысығы сен сияқтысың ғой? Ініңе қарап жүрші? Қайта сіздің ұлыңыз маған қарайтын сияқты ғой? Бара ғой, Мағыш. Абайлап жүріңдер, ә? Мен профессормын. Біздің клиника қош келдіңіздер. Мен тек адамдарға пайданы тигізейін деп ойладым. Ғылыми жаңалық ашқым келді. Сосын сол компьютерді ойлап таптым. Бірақ та ол дәріні соңына дейін ойлап таппағандықтан қасымдағы оңбаған көмекшім ұрлап алып кетіп, балаларға таратқан екен. Соның кесірінен балалар есейіп кеткен. Бірақ та балалар сол қалпында қалып қойған. Ол не үшін олай жасап жүр? Мені қаралау үшін. Иә, ол басында маған басқа кейіпке еніп кететін дәрі ойлап табайық деген. Сонда мен не үшін деп сұрағанда, ол банк тонағаннан кейін басқа кейіпке еніп кетеміз деп мәз болып отырды. Ал маған ондай лас тірліктер ұнамайды. Маған тек ғылыми жаңалықтар ғана ұнайды. Маған ғылыми жоба ұнайды. Компьютерді ойлап тапқанымда адамдарға түк пайда бермепті. Ақыры дәріні ойлап таптыңыз. Бірақ неге қайтаратынын ойламадыңыз? Вот, сол оңай болмай тұр. Ол ешқандай дәрімен емделмейді. Енді немен емделеді? Ол балаға сезім арқылы емделеді. Жаны тек шынайы жылы атмосфераға толы болу керек. Сосын қасында тек өнерлі балалармен жүру керек. Сол кезде қайта қалпына келуі шамалы тездетеді. Ал егер олай әсер етпесе ше? Сол қалпында қалып қою мүмкін. Я өспейді, я кішіремейді. Профессор, бір амалын табыңыз. Ақош қайтсақ? Мен не алу керек екенін білмеймін ғой? Уайымдайтын ештеңе жоқ. Біз энергетик су ішкіміз келеді. Ал дүкенде оны бізге сатпайды. Соны сен сатып алу керексің. Менің кішкентай екенін біліп қойсашы. Уайымдама, білмейді. Кеттік. Өй, ақымақ, өзің суыңыз қайда? Мен оның аттарын білмеймін, соң кейін алмадым. Ой, жүрші өзіміз көрсетіп жіберейік, бірақ сен аласың. Жарайды. Оны енді бұрынғы қалпына қалай келтіруге болады? Бұрын қалпына тез келу үшін баланы өнер үйірмесіне беру керек. Өнер адамның миын, ойын тез дамытады. Баланың ойы дамыған сайын ол балалық шаққа қайтқысы келеді. Балалық шаққа қайтқысы келетін баланың денесі трансформацияға дайын болады.
сол кезде бір дәрі берсек бала тез қалпына қайттан келеді иә. Қандай дәрі? Сіз дәрі туралы айтпадыңыз ғой. Мен тек ол дәріні соңына дейін зерттемедім. Ол үшін маған біраз шөптердің жиынтығы керек. Уайымдамаңыз. Біз көмектесеміз ғой. Мен балаларды тауып үйірмеге апарайын. Сіз дәрі жасауға кірісе беріңіз. Жарайды. Сіз кешіріңізші. Мен бұлай болады білмедім, шын айтам. Жоқ, ештеңе жоқ. Керісінше сізге рахмет. Сіздің арқаңызда мен балама көңіл бөле бастадым. Оқас жоқ. Мен барайын. Ал енді неден бастаймыз? Міне, осы шөптерді жинап берсеңіздер. Ужас. Мұнаның бәрін өзіңіз шейін тұрсыз ба? Я? Я ма жоқ па? Әлде мына балалар сізге бірден ағызып тұр ма? Жоқ. Ағай, мына ағайды біз танымаймыз. Қалай танымайсың? Біз доспыз ғой, мен Махамбетпін ғой. Ой, ақмақ. Ұялмайсыз ба үлкен басыңызбен өтірік айтуға? Мен өтірік айтқан жоқпын. Бұныңыз заңға қайшы. Дұрыс емессіз. Полиция шақырсам не болады? Мамама айтам. Мамама барамын. Ойбой, позор болады-ау. Мағон, шоң. Папа, полицияға апарам дейді. Сен қуасың ба, Кішкентай балаға жетті ма, әлің? Тәте жаман, папа. Кетейікші. Жүр ғой. Мен ақмақ болдым ба? Әлде түсім ба мұны? Күшті ғой. Аяулым мен де тартып көрейінші. Не, ала ғой. Балам, жүр, бейді көрейік, бере ғой. Әке, мен қатыспаймын биге. Кетейікші. Жүр, балам, жүр. Қоя саш бейді, жүр, суретті көрейік, жүр. Қара, мына тек кесічка. Мына аласында былай сизына былай краскаға сизін. Өзің бояй отырасың. Я? Сен не саласың? Мен саған көмектесем. Жарайды. Әке, мен сурет салдым. Күшті. Өтірік айтпасай, күшті емес қой. Мен сурет салғым келмейді. Жоқ, мен таппай жатырмын. Мен іздеген шөпте күміс түстес талшықтар болу керек. Соның шырыны ғана бізге көмектесе алады. Сіз Артемирий Терри Тейбл деген түрін іздеп ба? Мен оның молекулалық құрам бір кітаптан оққан. Ол деген шөл далада немесе осындай ылғал жерлерде өседі. Сен оның латынша атауын білесің бе? Молекулалық құрамы дейсің бе? Мен сені жайған адам ба десем, сен ғылым сүйер бала екенсің ғой? Маған ғылыммен айналысқан ұнайды. Үйде кішігірім лабораториям бар. Бірақ менің достарым маған өмірдің қызығын білмейтін роботсың дейді. Бірақ микроскоппен қараған әлем маған одан сайын қызығырақ. Мен болашақта адамзатқа пайдасы тиетін бір дәрі ойлап тапқым келеді. Бұл рас, профессор. Бұл ғалым болам деп үйдің бәрін өтіп жүре жазады. Жарайсың. Мен де жас кезімде сенде болғанмын. Ғылым жолы, ол жалғыздық жолы. Сені ешкім түсінбейді. Егер де осы шөпті бүгін тапсақ, Махамбетті орнына келтіретін болсақ, мен сені шәкірт қылып алам. Қой, шынымен ба? Сіз мені жұмысқа аласыз ба? Әрине, егер дәл
бүгін сол шөпті табатын болсақ, сен менің көмекшімсің. Мынау. Бәрі қақтан табамыз. Бір ғана шөп таптық. Қалған не істейміз енді? Уайымдамаңыз. Іздеген жетер мұратқа дейді. Табамыз. Сақалды баламыздың сақалы ағарып кетпесін. Ой, қойшы Баян. Осылай үнемі тартасың сен артқа. Мен тек шындыққа тіке қараймын, сен сияқты фантазер емеспін. Ой, иә, дұрыс сен. Болды. Ұрысқанда мүйіз шығатын болса, барлығымызға 1 метрде мүйіз шығар еді ғой. Ұрыс мәселенің шешімі емес. Енді шындық қой, бір шөпті әрең таптық. Оны еще мен таптым. Қалғанын қайдан табамыз? Менде бір идея бар. Қандай? Мен осы шөптің қағазға толтырып шығарам да, ауладағы балаларға таратам. Және кім бірінші тапса, соған подарка береміз деймін. Қалай идея? Жақсы идея. Кеттік ендеше. Қарашы, қор сүлдерім қалды. Жаттығу қаншалықты қиын болса, ұрыс та соншалықты оңай болады. Әке, мен қайтадан өз қалпыма келмей қалсам не істеймін? Уайымдама балам. Дәрі жасап жатыр. Сен өзің қалпыңа қайтадан келесің. Ертең өз қалпыма келсем, анам екеуің қайтадан, мынау қашан өседі, миың кіре ма сенің деп ұрыспайсыздар ма? Ай, балам ай. Жоқ, Мақош. Енді мен сені ұрыспаймын. Сен қайтадан қалпыңа келген қалайсың ба? Білмеймін шей. Кейде келеді, кейде келмейді. Мақош, сен жақсылап үйірмеге қатысып, ойыңды дамытып, қайтадан өзіңнің кішкентай қалпыңа келуді қалаған кезде жаңағы дәрі әсер етеді. Ал егер қаламасаң, әсер етпей қояды ол. Болды әке. Мен ертеңнен бастап үйірмеге жақсылап қатысам. Шоным менің. Болды, келістік, әкел болды. Ой, сен де мақалыңа сақалым. Шөлде мыналарыңызға су бере ма бүгіндікке? Профессор, біз дәріні ішуге толық дайынбыз. Мақош қайтадан бала болғысы келеді. Мақош, шын жүректен қайтадан бала болғыңа келе ме? Иә, мен қайтадан бала болғым келеді. Жарайсың. Міне, мына дәріні ішсең, қайтадан қалпыңа келесің. Өз қалпыма келем ба?
бұл қалай болды? Ештеңе өзгерген жоқ қой? Мамама барам мен. Жаным, Макош, жаным. Жаным, балам, жылама. Қай жерде қателестік, нені дұрыс жасамадық? Мүмкін ол ұйықтап тұру керек шығар? Иә, ол да мүмкін ғой. Жарайды, ертеңге күтейік. Ертеңге дейін өзгеріс болатын шығар. Жаным, балам, бол. Қошақоғам, бол, жылама. Жоқ, айтшы. Біз нені дұрыс жасамадық? Саян, Димаш, қойш. Ертеңге дейін көрейік. Бір мәні табармыз. Жоқ. Егер ертеңде таңертең дәл осындай болсашы, бұл жерде дұрыс емес ештеңе. Қойш дедің ғой. Жүр кеттік үйге. Мені кешіріңіздер. Бұл менің кінәм. Жоқ, ештеңесі жоқ. Балалар, сендерге рахмет. Махамбет үшін аянбай еңбек еттіңдер. Біздің Ақтөбеде ешқандай танысымыз жоқ. Өздерің сияқты алғыр, ақылды, еңбекқор балалар жолығып, біздің жолымыз болды. Енді біз біраз жүрдік, Шымкентімізге қайтайық. Профессор, сізге де рахмет. Біз ата-аналар өзіміз кінәліміз. Балалардың ерте есеюін қалаймыз. Сол үшін сізге де рахмет. Мойындамаңыздаршы. Мен бұл бәріні соңына дейін зерттеп, Шымкентке сіздерге өзім апарып беретін боламын. Қош бол, сақалды балақай. Макош, сау бол, аз уақытта керемет дос болдық. Сен жақсы баласың. Мен Шымкентке барамын. Сол кезде менімен ойнайсың ба? Иә, ойнайым. Саян ағам сені емдеу үшін барын жасады. Даже түнімен ұйықтамай, сенің дәрілеріңді зерттеді. Рахмет. Шымкентке қайтайық. Жақсы балалар. Балам, жүр, кеттік. Тоқтаңдар. Таптым, тоқтаңдар. Таптым. Дәрінің неге әсер етпей қалған? Таптым мен. Түсінбедім. Профессор, мен таптым. Дәрінің неге әсер етпей қалған? Таптым мен. Біз қай жерде қателестік? Нені дұрыс жасамадық? Дәрі дұрыс жасалған. Құрамы да дұрыс жасалған. Просто шөптердің эндемикалық болуының кесірінен. Түсінбедім. Біз кеше терген шөптер бар ғой. Сол осы аймақта өсетін эндемикалық шөптер. Менің зерттеуім бойынша, Макош қай жерде кәмпит жесе, дәл сол жерге барып дәріні ішу керек. Сол кезде ол қайта қалпына келеді. Рас па? Я, рас аға. Мен 100% сендім. Макош қайттан орнына келеді. Ай, палуан, сен менің бүгіннен бастап шәкіртімсің. Қош болыңдар балалар. Қош болыңдар, Ақтөбе.